Ислам діні мұсылмандарды бір-біріне бауыр деп бұйырған. Әрі бауырмалдық сезімінің көкейден нық орын алу мақсатында оларға бірнеше міндет жүктеген. Оның міндеттердің бірі сәлемдесу. Сәлем беру сүннет, жауап беру міндет дейді бабаларымыз. Осы сәлем, яғни амандасуға байланысты пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі мен салауаты болсын. Сахабасы Анас радиаллаху рухаят еткен хадисінде былай дейді: бір кісі Алла елшісіне келіп, «Уа Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Дос бауырларымызбен жолығып, көріскен кезде оларды құшақтап сүйсек бола ма?» дегенде, пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, «Жоқ» деп жауап береді. Сонда әлгі кісі, қолынан ұстап амандассақ бола ма дейді. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, «Иә, ұшырасқан кісілер қол алысып сәлемдесе, кездескеніне шүкіршілік етсе, Алла Тағала олардың тілегін қабыл етіп, күнәсін кешіреді» деген. Бұл хадисте айтылған сәлемдесудің салты, қол алысып амандасу және шариғатымызда бұл амандасудың да өзіндік тәртіптері көрсетілген. Мысалға алатын болсақ, жасы кіші адам бірінші болып үлкенге амандасады. Жалғыз адам көпшілікке, атты адам жаяуға, келе жатқан адам отырғанға сәлем береді. Алайда бұл тек ер кісілердің арасындағы амандасуы. Ал ер кісі мен әйел кісінің амандасуы жайлы шариғатымыз не дейді? Ет жақын туыс болмаған қыз-келіншектермен қол беріп амандасуға болмайды. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзінің жұбайларынан басқа әйел затының қолын ұстамаған. Бұл жайлы Айша анамыздан жеткен хадисте: Алланың атымен ант етейін, Алла елшісінің қолы өзге әйелдердің қолына тиген емес. Олармен тек сөз сөйлеу арқылы келісім жасасқан. Тағы бір өзге бір хадисте, расында мен әйелдермен қол беріп амандаспаймын деген екен. Ислам діні адамды қандай жағдайда болмасын, бұзықтық пен ұятты істен сақтайтын өмір салтын ұстануға шақырады. Демек, қыз баламен амандасу керек болған жағдайда тек ауызша сәлем берген жөн. Ал ет жақын әпке қарындастармен қол беріп амандасу шариғатқа қайшы емес. Қыз қолын күйеуінен басқа жанға ұсынбауының осындай әдемі сыры бар. Иманды, инабатты қыздарымыз, намысты, жігерлі жігіттеріміз көп болсын.